Мен достарымды пейілім жаман болған үшін жоғалтып алдым деп ойлаушы едім. Сөйтсем олар уақыт және ақша сынағынан өте алмапты. Әйелдер, еркектерді сүйіңіз. Олар сіздің махаббатыңызға өте мұқтаж. Әрине, олар мұны мойындамауы мүмкін. Әрбір биік еркектің арқасында оған сенетін және шын сүйетін әйел бар. Адам қыш тәрізді, күйген сайын пісе түседі. Егер сіз сүйіктіңіз үшін өзіңізді құрбандыққа шалсаңыз, оның сізге деген жек көрушілік сезімін тудырасыз. Адамдар сіз ойлағандай болмауы мүмкін. Сіздің одан күткен нәрсеңізді істемеуге де құқылы. Бұл сізді сүймейді дегенді білдірмейді. Мүмкін олардың махаббаты сіз қалаған көрініске ие болмауы мүмкін. Шошқалармен күресіп, пайда таппайтынымды түсінгеніме біраз болды. Нәтижесінде оларды қуантуыңыз және үстіңіздің кір болғаны ғана қалады. Егер адамдар жолбарысты өлтірмекші болса, мұны аң аулау деп атайды. Ал егер жолбарыс адамдарды өлтірмекші болса, мұны нағыз хайуандық деп атайды. Әлемде 2% адамдар пікірлей алады. 3% адамдар өздерін бізді біреу өсектеп жатыр деп ойлайды. Ал 95% адамдар пікір қылғаннан гөрі тыныш отырғандары абзал. Адамның жасы ұлғайып, кемелденген сайын ұрыс шығарып бәсекелескенді қаламайды. Бар болғаны бір ауыз жылы сөзін айтып, ол жерден тезірек кетіп қалуға тырысады. Сөйлеуді үйренген болсаң, демек ұлғайыпсың, ал үнсіздікті үйренсең, демек ақылың кіріпті. Дертіңді төгуден бұрын ыдыстың тесік еместігіне көз жеткіз. Құстардай аспанда ұшуды үйрендік, балықтардай суда жүзуді де үйрендік. Енді бір-ақ нәрсе қалды, ол адам сияқты жерде өмір сүруді үйренсек болғаны. Жетістік жайлы. Өзіңіз қалаған нәрселерге қол жеткізуді үйреніңіз. Әйтпегенде қол жеткізген нәрселеріңізді сүюге мәжбүр боласыз. Өмір өзіңізді табудан емес, өзіңізді қалыптастырудан тұрады. Күлкілі болып көрінуден қорықсаң, ешқашан конькиде сырғанауды үйренбейсің. Өмір жолдары өте тайғанақ. Адамдар өз айыптарын үнемі аяқасты жағдайлардан көреді. Мен аяқасты жағдайларға мүлде сенбеймін. Бұл әлемде ұмтылыс жасаған адамдар ғана жетістікке жете алады. Үш нәрсеге амал етеміз: налымаймыз, айыптамаймыз, өзімізді ақтамаймыз. Арақашықтық еш нәрсені бұзбайды, ата-ананың пікірі еш нәрсені бұзбайды, барлығын адамдардың өздері бұзады. Биік махаббат тек хаттарда болуы мүмкін. Менің көршім әйелін күн сайын ұратын болса,
Ал мен ешқашан әйелімді ұрмаған болсам, онда статистика бойынша біз екеуміз әйелімізді күн ара ұрып жатқан боламыз. Есіңде болсын, ақшаға сатылатын барлық нәрсе арзан нәрсе. Шынайылық арзан адамдардан күтуге болмайтын қымбат нәрсе. Үнсіздік жек көрушіліктің ең үлкен белгісі. Азаттық бұл үлкен жауапкершілік, сондықтан одан көпшілік адамдар қорқады. Тісі ауырып тұрған адам барлық сау адамдарды ең бақытты адамдар деп ойлағанындай, кедейлер де байлардың бәрі бақытты деген қате пікірге барады. Өміріңде кезіккен мәселелер сені әрекетке келтіруі керек, тұңғиыққа емес. Әйелдер үнемі оны таңдамаған еркектерді таңдайды. Мен әзілдескенімде үнемі ақиқатты айтамын, себебі дүниеде шындықтан күлкілі ештеңе жоқ. Білген істейді, білмеген ақыл үйретеді. Мода жұғатын ауру. Көпшіліктің пікірінен бас кешіп, өз мақсаттарыңа қанат жаю ешқашан кеш емес. Біздің бақытсыздығымыздың құпиясы бақыттымыз ба әлде жоқ па, осыны ойлауға уақытымыздың бар болуында. Еркек пен әйел арасындағы достық бұрынғы немесе болашақ ғашықтардың араласуы. Шың дегеніміз не? Құлдырау алдындағы ең соңғы қимыл. Жақындарымыз алдындағы ең үлкен күнә немқұрайлылық. Немқұрайлылық адамның ең жаман қасиеті.